Қалай тақырып? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көмірсулардың классификациясы, моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер, көмірсулардың химиялық құрылымы, қасиеттері мен қызметтері. Сабақтың мақсаты көмірсуларды құрылымы, қасиеттері мен қызметтері бойынша жіктеу. Яғни біз не істеп білуіміз керек бүгін? Жіктей. Көмірсуларды құрылымы бойынша, қасиеттері бойынша және қызметтері бойынша не істеуіміз керек? Жіктеп білуіміз керек. Сонымен жалпы көмірсуларына тоқталып кетсек, олардың жалпы формуласы CnH2O жақшаның ішінде сыртынан М, да? Бұл формуланы көргендерің бар ма осы? Бұл формуланы осыған дейін көрдіңдер ме? Таныс па бұл формула? Жоқ. Жақсы. Қазір ол формулаға сосын келіп не істейміз? Тоқталамыз. Бірақ та осы формуланың ішінде таныс не көріп тұрсыңдар? H2O. Сосын Көміртегі дұрыс айтады. Біздің сабақтың тақырыбы көмір сулар. Яғни міне көміртегі, көмір және су. Бұл күрделі заттың құрамында көмір да бар, су да бар. Сондықтан оларды не деп атаймыз? Көмірсулар. Енді мына слайдқа көңіл аударсаңдар, 1844 жылы көмірсулар атауын Шмидт деген ғалым зерттеп енгізген екен. Осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрында. Бір ғасырдан астам. Тағы да не көріп тұрсыңдар? Мынау ненің бейнесі? Қағаз, или кітап. Қағаз, дұрыс айтасыңдар. Қалай ойлайсыңдар? Оның қандай қатысы бар бұл көмірсуларға? Қағаз. Мынау не қатысып тұрған? Картоп, дұрыс айтасыңдар. Оның қандай байланысы бар біздің тақырыппен? Жарайды, сонымен қағаз дедіңдер, картоп дедіңдер. Мына ақ ұнтақ дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Үйіліп тұрған. Не дейді? Крахмал. Оның қандай қатысы бар біздің тақырыпқа? Жақсы, ары қарай кеттік. Сонымен, мына кестеден біз көмірсуларды көріп тұрмыз. Көмірсулар дегеніміз ол қантты заттар. Олар бөлінеді екі топқа. Жай көмірсулар және күрделі көмірсулар. Жай көмірсуларға қарасаңдар, оның формуласы қандай? CH2O, жақшаның сыртында N, да? Мұнда дейді N тең болады 3-9-ға. Яғни бұл көмірсудың молекуласында көміртегінің атомы тең болады 3-ке немесе 9-ға дейін, бірақ одан аспайды. Осы көмірсуларды біз жай көмірсулар деп атаймыз. Түсінікті ме? Иә. Ал енді қараймыз, күрделіге қараймыз. Күрделілер бөлінеді дисахаридтерге, ди және полисахаридтерге. Ди деген қандай мағынаны білдіреді? Неше? Айтам. Неше деген мағынаны білдіреді? Ди деген? 2. Дұрыс айтады. Енді мына формулаға қарасаңдар, нені көріп тұрсыңдар? Көміртегі. Көміртегі неше? Оқыңдаршы мына формуланы. 2, 12, H22, 11. Ал енді көңіл аударайық жанындағы жай көмірсуларға. Біз айттық, ол формулада бір молекуланың құрамында 3-тен 9-ға дейін болады дедік, да? Енді мына жерге көз жүгіртсеңдер, глюкоза, фруктоза, галактоза деген аттары жай көмірсулардың, оның құрамында болады неше көміртегі? 6. Гекса дегеніміз 6 деген мағынаны білдіреді. Ал енді мына формулаға қойып көрейікші. Егер мына N-нің жай көмірсулардың орнында N-нің орнында 6 тұрса,
Онда мына формуланы ашқан кезде глюкозаның формуласы қандай болып шығады? N-нің орнына 6-ны қойсақ. С6 H неше болады? 3 болады ма? Неге 3 болады? Өзі мен жерде H2 деп тұр. Ал біз 6-ны қоямыз N-нің орнына. Сонда жақшаны ашқанда қалай болады? Ой. 12. Дұрыс айтады. H12, а O неше болады? 3. N-нің орнында неше тұр бізде? 6. 6. Сонда қандай болып шықты глюкозаның формуласы? 6. Басынан бастап айтамыз. С. С6, H2, O12. H12. H12, O6. O6. Молодцы, дұрыс айтасыңдар. Сонымен мына формула арқылы біз кез келген көмір суды не істейміз? Формуласын жаза аламыз, иә? Егер де N-нің орнына 3-тен 9-ға дейін. Енді қараймыз, D деген мағына 2 дегенді білдіріп тұр. Сонда егер де глюкозаның 2 молекуласы біріксе, ол нені түзеді екен? 2. D сахаридті. С12, H. H22. O11. Қайдан шыққан мына формула? Бұл жерде құрамында көміртегінің 6 атомынан аз жай көмір сулар дисахаридтерді құра алмайды. Мысалы, С3, немесе С4, С5 дегендер дисахаридтерді құра алмайды. Дисахаридтер түзіледі тек қана құрамында 6 көміртегі бар жай көмір сулардан. Түсінікті ма? Яғни мына құрамында С6 деген көміртегі бар жай көмір суларды күрделі көмір сулардың мономерлері деп атаймыз. Мономер дегенді түсінеміз бе? Мономер, полимер өттіңдер ғой енді. Не ол мономер деген? Так, жарайды, ұзын моншақты көздерін елестетіңдерші. Үлкен моншақты. Моншақта кішкентай дөңгелек нелерден тұрады? Моншақтардан да? Бір тізбегі мойынға салатын алқаның. Кішкентай моншақтардан. Сонда мына ұзын тізбекті алу үшін оған бізге бірнеше моншақ керек. Солай емес пе моншақтың тасы? Ол көп дегеніміз бізде поли. Мысалы, үлкен алқа, ол бізде болады поли, көп. Себебі бірнеше жаңағы 10, 20, 30, 40 тастан тұрады. Ал енді оның ішіндегі бір данасы, ол болады моно, біреу. Моно деген бір дегенді білдіреді. Сонда мына полисахарид дегеніміз, жаңағы мына моносахаридтердің бірнеше есеге қосылған тізбегі екен. Түсіндік па? Звук. Қыздар звуктан өшіріңдерші. Ал енді мына жерге көңіл аударайық. Соныменен моносахаридтер бізде қараймыз, қыздар. Балалар. Глюкоза, фруктоза, галактоза, С6 гексоза деп аталады. Егер құрамында 5 қана көміртегі болса, рибоза, дезоксарибоза. Оларды біз пентозалар дейміз, құрамында 5 көміртегі барларды, иә? Мына дезоксарибоза, ДНК дегенді естігесіңдер ма? РНК. Оның құрамын өттіңдер ғой, сол кезде ДНК-ның құрамына не кіреді? Қандай заттардан тұрады ДНК-ның несі? Нуклеотиді. Көмір судан тұрады. Дезоксарибоза. Сосын не кіреді оның құрамына? Фосфор қышқылының қалдығы және азоттық негізді. Ол бір нуклеотид. Сонда ДНК деп аталуы дезоксо рибо нуклеин қышқылы. Мына құрамында 5 көміртекті қанттың атына байланысты аталады екен. Ал РНК дегеніміз рибоза. Ал енді АТФ дегенді білесіңдер ғой. Аденозин 3 фосфор қышқылы деген. Немесе АЭФ дейміз. Аденозин 3 фосфор қышқылы. Вот оның құрамына кіреді рибо нуклеин қышқыл деп тұр, рибоза кіреді тоже. Түсінікті ма? Енді гексозалар дейді немесе мұнда. Гексозалар дисахаридтер, сахароза, лактоза, мальтоза дегеніміз дисахаридтерге жатады.
сахароза дегеніміз күнделікті сендердің шайға салатын қанттарың. Қант жейсіңдер ма? Я. Вот, иә. Лактоза дегеніміз ол мына сүттің құрамындағы парное молоко дейміз ғой, жаңа ғана саумал сүт. Сол сәтті дәмі қанттатып тұрады. Вот соның құрамында не болады? Лактоза. Көбінесе мына балалар аллергияменен ауырған кезде вот осы сүттің құрамында қантты олар нете алмайды, қорыта алмайды. Так, мына глюкоза дегенді білесіңдер өмірде, аптекада сатылады, аскорбиновая кислота. Глюкоза с аскорбиновой кислотой. Тәп-тәтті ақ жаңағы таблеткалар. Вот осы глюкоза, қанттан айырмашылығы бар, иә? Так, енді жаңағы суретте сендер көріп тұрған крахмал деп біреуің айттыңдар ғой? Иә. Міне, ол полисахаридтерге жатады екен, картоптың құрамында. Крахмалды білесіңдер. Гликоген деген біздің бауырымызда қорзат болып жиналады. Целлюлоза, бағана мына алдындағы слайдта қағаздың суреті тұрғанда, мен айттым ғой, вот неменеге байланысты деп ойлайсыңдар деп, мына қағаздың суреті. Ойланыңыздар, да? Не үшін бұл жерде қағаз керек? Оказывается, қағаз дегеніміз ол біздің не екен? Күрделі көмірсу целлюлозадан жасалған екен. Түсінікті ме? Я. Хитин. Хитин дегеніміз кім біледі хитиннің не екенін? Кім естіді хитинді не екенін? Жақсы. Қоңызды көрдіңдер ме бәрін? Қоңыз, шыбын, шаян. Денесі немен қапталған оның? Қабыршақпен. Қабыршақ дейсіңдер. Қатты, иә, тықылдайды, пластмасс сияқты. Мықты. Вот осы затты хитин деп атайды екен. Ал енді құрылысы, құрамы, табиғаты бойынша олар қандай неге жатады? Көмір суларға. Оның ішінде қандай көмір суге? Суларға. Полисахаридтерге. Так, сонымен мына слайд бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Түсіндік қой. Яғни көмір сулардың жіктеуі. Келесі, күрделі көмір сулар. Полисахаридтер деп. Гидролизденгенде N дегеніміз бірнеше есе қайталанатында молекула моносахаридтерге ыдырайтын жоғары молекулалық көмір суларды атайды. Полисахаридтердің маңызды өкілдеріне крахмал, гликоген, клетчатка, немесе жаңағы целлюлоза дегеніміз жатады. Жалпы формуласы, жаңа мынаны біз айттық қой, С6, H12, O5 немесе глюкоза дедік қой. Бір глюкозаның молекуласын жақшаға алып, оның сыртынан N деген әріпті қойып, N-нің орнына 100 бә, 1000 деген санды қойып көбейтсеңдер, осындай үлкен молекула түзіледі екен. Міне өкілдері крахмал оның. Оқып аламыз да, қандай зат екен? Гликоген қысқаша несі сипаттамасы бар, және целлюлоза. Түсінікті ме? Я. Енді бұл органикалық заттарды молекулалық құрылысын зерттеген кезде олар тармақталған және тармақталмаған көмір суларға бөлінеді екен. Мына екі суретке қарап отырсаңдар, мына жерде целлюлоза, крахмал, гликоген берілген. Енді жанында мына жасыл түспен қараймыз, целлюлоза тура тізбектері қандай? Қалай орналасқан тізбектері целлюлозаның? Біркелкі. Қатар-қатар. Яғни бұл өте, ал енді целлюлозаны алсаңдар, ол қағаз дедік жаңа, қағаз мысал. Ал қағазды неден жасайды? Ағаш. Ағаштан. Ал ағаш дегеніміз өзі қандай зат ол? Қандай не ол? Несі бойынша? Мықты да суда ерімейтін. Вот сонда құрылымы жаңағы мықты, берік қасиеті бар сүрек, ағаш сүрегі. Оның ішіндегі мына полисахаридтің молекуласы қатар-қатар орналасқан, сондықтан ол осындай қасиетке ие болады екен. Және мына жасушаның қабырғасы болады дедік қой, клеточная стенка дейді, жасуша қабырғасы. Ол тоже өте мықты берік болады. Вот соның құрамына кіреді мына целлюлоза. Түсінікті ме? Ал енді қараймыз крахмал мен гликоген. Оларға қарасаңдар тізбектері қалай орналасқан? Шашақ әртүрлі жеке-жеке. Бытыраңқы, шашыраңқы. Мына жерде міне қызғылт түспен көріп тұрсыңдар. Ол да не істеген? Бытыраңқы, шашыраңқы. Яғни крахмал, гликоген дегеніміз көбінесе ол қор заттар. Олар қор зат болғандықтан, міне, соған сәйкес олардың молекулаларының құрылымы да қалай орналасқан? Кездейсоқ, ешқандай ретсіз да, амилаза, амилопектин дейді. Мына мысалы алманың ішіндегі жұмсақ жейтін тәттісі бар емес пе?
Вот соның құрамына кіретін пектин, оның несі молекулалар осындай шашыраңқы. Сосын картөпті алсақ, картөпті ол қоректік зат, тамаққа қолданамыз, крахмал. Оныкі да осылай шашыранды орналасқан. Түсінікті ме бұл құрылымы? Молекулалардың қалай орналасқан? Яғни құрылымына байланысты олардың қасиеттері соған сәйкес не істейді? Болады. Енді мына оқу үшін ыңғайлы болсын деп, бұларды лабораториялық жағдайда немесе мектепте балалар жақсы түсінсін деп, олардың модельдерін жасайды. Міне мысалы қарасақ, глюкозаның моделі. Жаңағы С6, H12, O6 деген молекула, ол жай ғана қатар-қатар тізбегінен орналаспаған. Ол молекулалар не істейді? Бір-бірімен мына көміртегінің атомдары бірігіп, мынандай 6 бұрышты сақинаны түзеді екен. Түсінікті ме? Сол сақинаны түзген кезде мына жерде оттегінің көпіршесімен байланысады, ал бір мына 6-шы көміртегі мына ұшына қарай орналасады. Көріп отырсыңдар ғой, да? Иә. Міне сонда мына қара түспен көрсетілген 1, 2, 3, 4, 5, 6 бұл 6 көміртегінің атомы. Қызыл түспен көрсетілген ненікі деп ойлайсыңдар? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қызылмен көрсетілген. Ненің атомы? С қарамен көрсетілген. Ал мына кішкентай нелер, шарлар ше. Ол ненің атомдары? Су. Қайдағы су? С6, H12, O6. Молекуланы. Ол өзі бір тұтас молекула. Осы молекулада атомдар бар. Көміртегінің атомы С6, оттегінің атомы O6 және ненің атомдары бар? С6, H. Сутегі дегенді естігесіңдер ме? Міне, сутегі. Мына кішкентай формуласын қайта-қайта айтып отырмын. С6, H12, O6. Мынау соның моделі. Ал енді сіз ба графикалық құрылысты мынау міне. Түсінікті ме мына? Иә. Мальтоза дейді, немесе мынау, енді қараймыз, неше сақинадан тұр бұл? 2. 2 сақина қосылып тұр оттекті көпіршемен. Сонда 2 молекуладан тұратын көмірсуларды қалай атаймыз дедік бағана? Жіктеу бойынша. Егер құрамында жаңағы мономердің 2 молекуласы болса, а мономер деген бізде глюкоза. Значит, глюкозаның 2 молекуласынан тұратын қантты қалай атаймыз? Қанттар тобын. Мальтоза. Есімізге түсіреміз, қыздар. Поли. Не деп атаймыз дедік құрамында? 2 көміртегін, 2 мономердің молекуласы бар. Қандай сахарид ол? Сахарид. Неше? Қандай? Дисахарид емес па? Дисахарид, дұрыс. Дисахаридтерге жатады, айттық міне. Сахароза, лактоза және мальтоза. Ал біздің қарап отырған жаңағы слайдтағы молекула, модель, ол ненің моделі? Мальтозаның моделі, яғни дисахарид, тобы. Келесі, крахмалдың моделі дейді. Мұнда қарасақ, жаңағы крахмал дегеніміз ұзын пойыздың вагоны. Пойызды елестетіңдерші көздеріңе, вагондарымен. Әр вагоны ол бір глюкозаның жаңағы 6 бұрышты молекуласы болсын. Осындай 6 бұрышты молекулалар бір-біріне тізбектеліп кете береді, ол 100 болады, 100-ден асады, 1000 болады. Осыны біз не деп атаймыз? Қандай сахарид деп атаймыз? Полисахарид. Полисахарид, яғни оның өкілі бізде қандай зат? Крахмал. Крахмал. Қандай заттарды айттық крахмалдан басқа? Қандай заттарды айттық крахмалдан басқа? Глюкоза. Целлюлоза. Сосын? Хитин болды. Хитин. Сахароза. Гликоген. Целлюлоза. Целлюлоза, да, міне? Бұлар жатады бізде қандай топқа? Полисахаридтер. Неліктен полисахаридтер деп атадық? Себебі олар көп болғандықтан. Нелер көп болғандықтан? Құрамындағы ненің молекулалары?
Крахмал. Глюкозаның молекулалары, яғни мономерлер көп болғандықтан біз оны полисахарид. Мысалға ретінде мен сендерге жаңа мойынға тағатын алқа дедік, моншақ да, соны елестетіңдер дедім. Немесе пойыздың вагондары. Үлкен ұзын пойызды алсақ, ол бізде полисахарид. Ал әр оның вагоны ол моносахарид. Моносахаридтер ол бізде глюкоза, бір оның данасы, бір-біріне тізбектелсе, осы крахмалды түзеді. Түсінікті ма? Діктелуі? Енді көмірсулардың қолданылуы дейді. Бұлай алып қарасақ, біздің өмірдің көптеген салаларында көмірсулар не істейді? Қолданылады. Міне, нан тағамдар, күріш, жеміс жидек, көкөністер, бүкіл тәтті, оның барлығы не? Көмірсулар, қант, шоколад. Шоколадтың құрамына кіретін тәтті қант, міне. Содан кейін, мына маталарды алсақ, бұның бәрі целлюлоза. Хлопок деп атаймыз ғой. Міне, сорбит дегеніміз аптекада сатылатын қанттың бір түрі. Міне, мынау жаңа шоколадтық өнімдерді айтып кеттік. Мына сүт тағамдары. Сүт тағамдардың құрамына тоже не кіреді? Жаңа көмірсулар. Міне, консерваларды көріп тұрсыңдар. Енді мына жерде мынау кішкене артықтау болып тұр, лактар. Содан кейін мынау шараптар, жаңағы алкогольдық өнімдер, олардың да құрамында не бар? Көмірсулар бар. Себебі оларды неден жасайды? Бидайдан жасайды. Ал бидайды сендер көріп отырсаңдар, ол бидайдан жаңағы ұн жасаймыз, ұннан нан пісіреміз деген сияқты, сол бидайдан мынандай шараптарды да жасайды екен. Сосын көптеген дәрілер, міне, сосын мына не қояды? Система қойған кезде глюкоза құйып жатады ғой? Ауруханаларда. Вот сол глюкоза бізді организмге күш беретін, қоректендіретін негізгі зат. Ал соныменен балалар, бүгін біз сабақта көмірсуларды не істедік? Құрылымы, қасиеті, атқаратын қызметі бойынша үйрендік. Ал енді қысқаша рефлексия жасайық. Не қызықты болды сендерге бүгін? Көмірсудың әртүрлі жаққа бөлініп, оның қолданылуы. Не жаңа болды өздеріңе? Жаңа, қандай терминдер? Не үшін бізге қажетінін? Қандай жаңа терминдер естеріңде қалды? Дисахаридтер, сосын сахаридтер, моносахаридтер. Жақсы. Не ұнады бүгінгі сабақтан? Көмірсулардың құрылымы. Типтері. Не ұнады? Көмірсу арқылы біз не жаймыз, сонда үйрендік, ол қызық болды. Ал түсініксіз не болды? Ештеңе. Түсініксіз. Болды. Бәрі түсінікті ма? Иә. Жақсы, онда